Суды қалай өткізген? Мына жақта кіріп көрінеді ме? Да. Тастарынан шақ сияқты қолдасам сүйікті. Қоладан ескерткіштер, қоладан сүйектер. Найзаның ұштары. Мынау не? Жа екінші берсіне шығып көрейікші. Болады екен бе? Баба ата қалашығы дейді. Мына жақтың потологы кішкене төмен екен. Бір қызық. Бұл негізі жоғарысын жоғарыда қалай айтсам болады? Тандыр ма не? Тандыр. Мына жаққа кіру 1000 теңге, мына жаққа кіру 1300 теңге. Ақша бересің, 1000 теңге төлейсің, итак еще тағы 1300 теңге. Не деген соң? Су бөлушісі. Күмбездер ме? Айша бибі. Мына не тастар екен? Түрік сириялық мистерион жазуы бар. Құлыптас дейді. Құлыптас оны адам өлген жерге қойып кеткен. Адам қайтыс болған жерге қойып кеткен. Тасқа жазылған, не істеген? Тасқа жазылған. Арабша жазылған. Мынау не? Қақпақ сияқты. Мынау қожақ медресе кесінесі емес пе? Жоқ, медресе кесінесі. Мынау шамдар, тастар, өзбектер, қазақтар, асқысы бар. Полонский атлас дейді. Мамонт. Почему-то ағаш сияқты көрініп тұр ма? Ағаш сияқты. Ағаш сияқты көрініп тұр. Мынаның арасы киттің бел омыртқасы дейді ғой. Киттің бел омыртқасы дейді. Киттің бел омыртқасы. Не дейді? Мынау жауырын ғой. Ненің жауырын екен? Наның жауырында ма сонда? Мынау кәдімгі жауырын ғой. Мынаны қара. Қазір бұндай нәрсе бар емес пе қандай? Носорог бар ғой, бірақ екеуі.
андай да бар ғой мындай газ. Жоқ біреу. Міне. Иә деп қойыңыз. Мынау деген не ол? Не? Крокодил ғой. Нан деп деген кезде не жерде тұрады? Деп көтерген кезде. Алматы қаласының орталық музейі. Бірінші, екінші этаж, мына екінші этаж. Ну, қазір біз екінші этажда жүрміз ба? Біз қазір екінші этажда жүрміз ба? Үшінші этажда, иә? Екінші этажда. Бірінші этажда видео түсіруге болмайды деп айтты, бірақ енді. Үшінші этажда видео түсіріп жүр. Маған неше сеттіңдерші? Қылыш металл сүйек 19 ғасырдікі дейді.
Бұл енді тәуелсіздік алғаннан кейінгі бөлімі екен. Тоқаев, Назарбаевтар. Конституциясы. Жұмекен Нәжмеддинов. Шамшықалай атамыз. Елтаңба. Теңгелерімізді ұмытып қалған жоқсыздар ма? 1 теңге, 3 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге, 50 теңге, 100 теңге, 200 теңге, 500 теңге, 1000 теңге, 2000 теңге, 5000 теңге, 10.000 теңге. Осылар құнды еді негізі. Бұлар енді Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейінгі кездері. Мына Семей полигонына қарсылық шығып отқан кез ғой. Полигон жабылсын дейді. Олжас Сүлейменов полигон жабылсын, полигон жойылсын дейді. Жазып қойғанша не күлші екен. Не деп жазып қойды? Паспортте Ақмола қаласының не дейді? Қоран. Орысшасы қандай? Символический ключ. Город Ақмола. Символический. Қазақша қалай? Ақмола қаласының қорапшадағы рәміз кілті. Қорапшадағы деген. Символический деген сонда қорапшадағы деп аударылама сонда. Кілт, соның кілті дейді. Ақмола қаласының кілті. Астананың кілті болып тұр ғой, получается. Астана, Ақмола қаласы болған сол кезде. Астана өзгерткен. Мына полигон Олжас Сүлейменов полигон жабылсын деп адамдар шыққан екен. Мына жағы бар ғой. Қазақстан Республикасының дипломатиялық қатынас орнатқан мемлекеттер дейді. Мәдени мұра дейді. Космонавт Трабакыров. Сол кезде киіп барғаным екен, шынымен де ең бірінші. Қазақстан ұшып еді ғой. Енді бұл тәуелсіздіктен кейінгі кезең ғой, тәуелсіздіктен кейінгі кезең. Бізге тәуелсіздікке дейінгі кезең қызығып негізі. Есіп тұр ғой макеті ма, не? Теңізшевройл екінші буын зауыты 2008 жылғы дейді, сол макет екен. Керей ханы
Орден Богенбай Батыр антеги. Орден Төле би, орден Жәнібек хан. Мына орденнің просто түрі шығады. Орден Царицы Томириса награждается Назарбаев Нурсултан Абишевич. 2017 жылы. Орден Конфуций награждается президент РК Токаев Касым-Жомарт Кемелевич. Метрополитен. Метрополитен. Авид Мусрепов, ну, Исованың портреті дейді. Исова деген білмейді екенсіз. Әлкей Марғұлан осы Қаныш Сәтбаев туралы кітап жаздырды. Кімде жазған? Мариям Хақымжановның портреті дейді. Танымайды екенбіз. Күләш Байсейітова апамыздың портреті. Макса Айша Ғалымбаева, Бекен Реймова, Мұзаффар Әлімбаев. Бұл кісіні танымайды екенбіз. Мына кісі Олжас Сүлейменов деп айттық қой. Мынау ана немі? Турецкий кинода десең портрет. Долина волков. Турецкий кино. Мына соғыс кезіндегі болып тұр ғой. Ана жақ тәуелсіздік болды, мына жақ Соғыс. Біз өзден жасымыз кеттік. Biz бірінші соғыстан соң тәуелсіздікке барып едік. Қазақстан екінші дүниежүзілік соғыс жылдары майданға 1,2 мыңға жуық қазақстандық аттанды. Қазақстанда сақталған әскери құрылымдар: 12 атқыштар дивизиясы, 4 атты әскери дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы, 50 полктар мен батальондар, 600 қазақстан СВД-дан батыр атанды. 113 қазақстандық даңқ ордені дәрежесіне ие болды дейді. Соғыстан 611.939 адам қаза тапты. Ана трактордан Азыр жоқ екен трактор. Мына тракторды жүргізудің өзі біраз күш керек сияқты. Все для фронта дейді. Қиын кезеңде өткен қонағыш әйелдердің өздері жұмыс істеп жүрген трактор айдап. Еркектердің бәрі соғысқа кеткен, басқа уақыт жоқ. Орақ, кеппен. Шайнек бұл, қайша? Тырна алатын қайша? Телефонды қарайсың? Телефон. Тұр ғой телефон. Ну, қанша сәтті ек қой?
үлес қосқан кісі ол осы Қаныш Сәтбаев, Имантайұлы Сәтбаев. Шын аты Ғабдулғани ма сондай? Мамасы, шешесі Қаныш деп еркелетіп Қаныш болып кеткен. Қазақстанды өше байытқан қыз соның өзін. Былай айтқанда құрметті грамотасы. Сталинский премия. Жезді. Қазақстанның солшылдан кезіндегі ауыр өнеркәсібі дейді. Техник қамтамасыз етсеңдер соғысқа дейін болған мыс және қоры. Соғыс кезінде мысты ең несін тапқан осы. Танкке қосатын араластырып темірге мысты жоқ темірге цинкті өтірік айтамын, цинкті тапқан. Ол өзі мыс іздеп жүреді ол. Цинкті табады, алтынды табады Қазақстаннан. Цинкті темірге араластырып, соны танкке танк жарылмайтын, соны ең бірінші сол Қазақстан тапқан. Сталинді қуанып, Сталин деген қуанып, оны не берген? Роза бағланованың киімі ма? Соғыс кезінде, ойлашы, соғыс кезінде өлең айтып тұрған. Оның грамотасы бар екен. Көйлек ма киген? Енді көйлек үшін бергенше бұл кісі жақында қайтыс болды. Жақында болғанда қашан? Біраз болды қайтыс болды. 2011-де қайтыс болған екен. Мәншік. Алия Мәншік. Снайпер. Талғат Бейілдинов. Хиуаз Доспанова. Хиуаз Доспанова тоже қазақтан шыққан жалғыз ұшқыш әйел дейді. Ұшқыш әйел болған. Билеттері бар екен. Депутаттық билет. Депутат болды да 51-ші жылы. 1951 жылы. Хат жазған ба? Хат жазған? Хат жазған ба? Соғыс кезінде хаттаған. Хаттасқан, соғыс кезінде хаттасқан. Соғыста жүрген кезде хат жазған. Бұл жақта кім бар екен? Бауыржан Момышұлы, анау Қошқарбаев қой. Рахымжан Қошқарбаев, Бауыржан Момышұлы. Біреудің несі Бауыржан Момышұлы. Сүйектен жасалғанына көрінбе? Сүйектен пышақ, қылышын қара, дүрбісін қара. Сүркін компастар бар екен. Киім жүрген киіміне получается. Бауыржан Момышұлы. Біраз кітап жазған ғой. Біраз кітап жазған ғой. Батыр адам болған. Соғыстың кезін типа сүріп болған екен ғой. Соғыс кезінде.
мынау кім екен? Ысқақ Уәлиев дейді. Танк ол. Адамға қарап. Ысқақ Уәлиев дейді. 1902-17 наурыз 1944 жылы Қызыл армия қатарына 42 жылы Алматыда шақырылған. Атқыш полктың қызмет еткен мерген гвардия снайпер отрядын басқарған 227 фашисті жойған, 2 қызыл жұлдыз орденімен және ерлігі үшін медалімен марапатталған. Мандат дейді. Латинский, сол кезде латинский осы түстің баспа несін стеклосын. Жолдас дейді. Көрдің ба? Осыны көрсетуші жолдас облыстан бірінші жалпы халық өнер паздарының слетіне келген өкіл. Алматы қаласында слет өткізуші комиссия бастығынан орынбасары Бижан Виноградов екен. Орысшасын оқысаң болады екен. Орысшасы комиссия определения слета. Латыншасын көрдің бе? Латыншасын? Сол кездегі латында. Кішкене өзгеріс. Қазақстан халық комиссариаты дейді. Грамота мақтау қағазы. Копия. Сирени. Мынау аспап екен ғой. Музыка орнаған өтмені сырызығы дейді. Темірден жасалған. Ақымжан Қошқарбаев. Рейхстагқа тоқтықпен. Ақымжан Қошқарбаев. Қасымнан Қасым Қайсен. Бауыржан Момышұлы бәрі шөй араласқан. Қасым Қайсен. Сәлемет. Төлеген Тоқтаров. Атырау Қасым Қайсен. Екеуін білмейді екен бірақ. Әди Шәріпұлы Шәріпов дейді. Партизан Әди Шәріпов. Тоқтағали Жангелдин. Құсайынұлы Омаров. Қасым Қайсенов. Батырлар екен ғой. Суши деген сияқты тамақтар ғой. Сондай болып тұр ғой. Рамион. Сен қашан қалып жеп кетіп педің? Еврейлер дейді. Тура. Украиндар. Жазып өтті біздің. Белорустар дейді. Көпті жатыр. Шешендер. Орыстар
орыстардың орыс көйлегі, анан күрттөрдүн көйлегі бәрі бірдей сияқты ма? Поляктікі де келеді екен. Орыстың инструмент, поляктың инструмент бәрі бір-біріне келеді екен. Немістер. Мына жағында не болып тұр ғой, музыка, мына өзбек, ұйғыр екен, ұйғырлардікі. Дүнгендер дейді. Қарақалпақтар дейді. Татарлар. Өзбектер. Түркмендер дейді. Үйде мынандай кілем бар емес пе? Түрктер. Одан үлкен, по-моему, түрі сондай, бірақ Орал қаласының Средник матч жанында мәртебе алатын Түркістан велосипед қаза жұмыстар барысында жалпы салмағы 20 кг тұратын 22 кг майда мыс металлын бір күнімізді тапқан болатын. Ақша болып тұр ғой, сонда бұл получается. Ақша болып тұр ғой. Анау копейнигі. Арзанда мынау копейник болып тұр ғой. Копилкасы ма екен, или андай не ме екен? Бумажный. Бумажка ма, ақша салып жүретін ше. Сондай ше, может? Дым көрінбей ғой, туалет. Тиындар болып тұр ғой. Мынау не зат? Монеталар дейді, ақшалар. Ақшасын түрін көрсін. Қазіргі ақшаларда баран жоқтарды. Ақшаларын түрін көрсін. Қызық, ә? Мынаудан мынау не мынау? Ақша ғой? Орта ғасырлық монета. Орта ғасырлық монеталар бәрі монета. Жоқ, аны 3 таразы күйентесі дейді, таразы екен ғой. Ақшамыз таразы. Тәспі, сырғалым. Анау мойынға киіп жүреді, мойнына киіп жүреді, анау тоже мойнына. Ойбай, ана мойны. Біздікі жақсы. Бір рубль дейді. 100 рубль, 500 рубль. Қандай? Сұмдық қой мынау. Анаға хотя бы Орап қалтаңа салатын сияқтысың. Бұны маған білемін мен, тиын бар, сүйін бар яны. Потом тиын болды, анау 1 теңге болды. Бұны білмейді екен, мынандай зат істеп. Осында көрейік. Мынандай 1000 теңге мен көрдім, мынандай көрдім. Мына әнеугінде дейін болып еді ма? Сен алып салдың ба? Үйде мен мынаның бәрін көрдім. Есімде жоқ. 1 теңгені, 3 теңгені көрдім, потом 3 теңге деген болатын еще. Кезде мен 3-ші класс оқитын едім. 2 ма, 3 ма? Өзі әжем берді. 3 теңге деген болатын, 3 теңге деген жоқ болды что-то мына жерде. 3 теңге деген болатын жоқ. 2 теңге, 1 теңге ғана. 3 теңге деген болатын.
Бұл мерейтойлық монета деген. Бұндай қолға ұстамайды. Ол бие емес. Машина айтпай бие емес. Музыка ғой бақтың. Міне жаңа ақшалар ғой, дөу-дөу ақша. Қоңыз домбырасын өлтіріп жүріпті бірақ. Асықтан неше түрлі ойыншық. Ана құрсақтарын қыра. Қолдан құрсақ жасап берген. Бұрын қой, бұрын ондай жасамаған сен. Ертеде кәдімгі ондай жасамаған қой. Кеше жақында бір деген ғана. Айфондардың суретін қойды. Айфондарды, телефондарды. Мынау не? Қымыз ішетін заттар бар, Мынау бас киім бекен, не жазып қойды? 5 не деп? 3, 5, 4 не деп жазып қойды? Кесек қап. Кесек қап. Көбі. Шымаңдығы мақтай. Киім ілдіретін қарасы сен? Тұрға жанда. Қасында жанда. Мен диваны қалай қалай? Немен өлем? Диваны қалайсың ба? Диван ғой? Сандығы кішкентай ғана. Диван қалай? Диван ғой, жатыр. Көрсетемін ба? Сырған өлтім. Ол не ғона сырған үстіне? Сағина ма? Немен өлем? Сағинаны өлтірші. Ақшасы көптер. Şaşırtmadan mı? Şaşırtmadan mı? Burada işler misin? Var mı? Ben taksam olacak. Navruz da ben. Kol var. Kozak bırak.
Onda sonunda çocuklara gizledi. Ona istiyoruz. Ona istiyoruz olsanız. Ha? Ekmek sen diyor bana. 아, 이거 있긴 했는데. 마스크는 어디서 그랬기냐? Tears. 난 내 이도 들어오되는. 내 이도 들어오되는. А, типа диван. 오늘 디반 아니야. 아니. 조직 나 диван. 스판님은 왜? Birisi de var. Ben de Bağrımda patladı. Sırgalarda qara. Sırgalarda qara. Turib ketsa, turib yugurib ketsin. Niye aytding? Belgiledi. Qaranca Hijab. Qanday hijab? Sırga. Anan endi şaşpaq keladi. Şaşqa o'xshaydi aslida. Sırga ekan. Sana sirg'a. Sındık sırga, qo'rg'asin.